Түрік елінің астанасы Анкараның қақ төрінде қазақтың ақиық ақыны Светқали Нұржанның аудармалары жинақталған түрік шайырлары атты жаңа кітабының тұсаукесері өтті. Бұл танымал ақынның 60 жас мерейтойының қарсаңында жарық көріп отырған сүбелі еңбек. Қаламгер түрік әулие ақындарының ең таңдаулы шығармаларын қазақшаға аударған. Атап айтқанда, Мәулана Жәләләддин Руми, Юнус Әмре, Пір Сұлтан Абдал, Ниязы Мысыр Хазірет секілді ұлы ақындардың сөздері қазақ тілінде сөйледі. Халықаралық түрік мәдениет ұйымының бас хатшысының орынбасары елеулі шараның беташарында сөз сөйлеп, ақынды мерейлі жасымен құттықтап, Түрксой шаңырағы астында кітабының тұсаукесерінің өткізіліп жатқанына бауырлас ел ретінде қуаныш сезімдерін жеткізді. Bildiğiniz üzere son yıllarda Kazakistan-Türkiye Cumhuriyetleri arasında Халықаралық түрік мәдениет ұйымының бас хатшысының орынбасары ақынды замандас қазақ поэзиясының беделді өкілі деп атап, қазақ халқының сезіміне тәржіман болып, қазақ куәлігі мен санасына өлеңдерінен орын бергенін атап көрсетті. Сонымен қатар түріктің әулие шайырларының таңдамалы туындыларын қазақша сөйлеткен ақынның маңызды міндетті атқарғанын баса айтты. Салтанатты шара барысында Түрксой ұйымының бас хатшысының орынбасары Билал Чакыджы Светқали ақынға Абай медалін тақты. Түрік шайырлары атты кітаптың тұсаукесерінде халықаралық Түрксой ұйымы арасында ынтымақтастық жөнінде меморандумға қол қойылды. Арнайы Түркия мемлекетінің астанасы Анкарадан Жасұлан Мұқан, Айсара Айтман, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.